Осы видеода MATLAB бағдарламасының программалау ортасына шолу жасаймыз. MATLAB бағдарламасының интерфейсы оңай адамдар үшін жасалған. Command Window терезесінде біз кодты енгіземіз. X-ке кәдімгі мән берейік. Y-ке мән берейік. Графиктерді шығару үшін plot X, Y мәндерін беріп, графикті шығара аламыз. Фигура терезесі ашылды. Қосымша Command History терезесінде енгізілген барлық кодтарды байқауға болады. Мұндағы plot X, Y кодына басу арқылы біз графикті шығара аламыз. Немесе Y мәндерін логарифмін өзгерту үшін оны апарып қосымша мән енгізейік. Мысалға жұлдызша арқылы көрсетілсін. Plot X, Y жұлдызша арқылы көрсетілген. Оң жақтағы терезесінде Workspace терезесі бар. Мұндағы X пен Y графиктері көрсетілген. Және олардың мәндері. X-тегі таблица Worktable Editor, Variable Editor терезесі ашылып, мәндерді бір мәнін қайталаймыз. Графикте көрсетілді. Осы таблица арқылы график өзгертуге болады. Қосымша оларды Pair X, Y, яғни пирог фигурасын арқылы байқауға болады. Фигура терезесінде көрсетілді. Оны қысу арқылы Command Window терезесінің оң жағында вкладка ретінде ашылады. Оң жақ үстінде фигура терезесі қысылған. Оны жеке ашып байқауға болады. Терезелерді үлкейтіп жабуға болады. Desktop батырмасын басу арқылы Desktop Live Default басқа терезелерді ашуға болады. Ал енді сақтау Save My Data басып біздің оң жағында Current Folder терезесінде My Data MAT форматында файл сақталған. Clear тазалау функциясын енгізіп, оң жақтағы X фигурасы тазартылды. Енді Y-ті бүкілі тазартылды. Clear Load My Data файлын енгізу арқылы жаңағы X пен Y файлдары шығарылды. Мұндағы Save As батырмасын басу арқылы оны MAT форматында екі түрлі файларды сақтадық. Қосымша оң жақтағы төмендегі терезесінде бүкіл ашылған
графиктерди карауга болот. Старт батырмасын басуу аркылуу toolbox'тердеги мәзірмен қолдануға болады. Help батырмасы арқылы немесе shortcuts help терезесін шақыртуға болады. Мінекей осылай біз MATLAB бағдарламасының интерфейсімен таныстық.